Иран президенті Ибрахим Раиси авиаапаттан қайтыс болды. Қара жамылған Иран халқы қанша күн басшысыз болмақ? Иран басшысы отырған тікұшақты әдейі құлатып түсіргені рас па? Енді елдегі жаңалықтарға тоқталайық. Елдің батысында жайық әлі толқып жатыр. Топан су арнасына сыймай, су мамандары белгілеген шегінен асып түсті. Батыс жұрты неге дайын болуы керек? Оқу жылы аяқталып қалды. Мектеп бітіретін түлектер ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырады. Алғашқы іріктеуінен өте алмаған Талдықорғандық оқушы жоғарғы қабаттан секіріп кетті. Ұлттық бірыңғай тестілеу жыры басталды ма? Апта басындағы айтулы оқиғаларға ақпар легінде тоқталатын боламыз. Ассалаумағалейкум. Сіздермен Уатхан Біләл. Арнамызға жазылып, лайк баса кетіңіздер. Демалыс күні Иран президенті отырған тікұшақ апатқа ұшырады деген ақпарат тарады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты іздеу топтары апат болған аймаққа жете алмаған еді. Бірақ 20 мамыр күні таңертең Иран билігі президент Ибрахим Раисидің қаза болғанын мәлімдеді. Тікұшақ Әзірбайжан мен Иран шекарасында құлапты. Ибрахим Раиси Әзірбайжан басшысы Ильхам Алиевпен кездесуден қайтып бара жатқан. Президенті сыртқы істер министрлігінің өкілдері бірнеше дипломаттар шығарып бара жатқан. Барлығы апаттан көз жұмды. Тікұшақтың бортында Әзірбайжанның шығыс провинциясы губернаторы Малик Рахмади және Иранның сыртқы істер министрі Хусейн Амир Абдуллахиян болған. Иран мемлекетін негізінен рухани көсемі Аятулла Али Хамини басқарады. Ал президент болса екінші рөлдегі азамат. Президент көбінесе мемлекеттің бюджеті, халықаралық келісімдер, мемлекеттік бағдарламаларды бекітеді. Флорида халықаралық университеті доценті Ерик Лоб The Conversions сайтындағы мақалаға сілтеме жасап, қайтыс болған президент 2022 жылдан бері Ресей билігімен бірге Украинадағы операцияға қару жеткізу делегациясында мүше деген ақпаратты айтты. Дегенмен бұл жайтты Ресей мен Тегеран билігі жоққа шығарды. Ибрахим Раиси 2021 жылы сайлауда жеңіске жетіп президент болған, ал оның орынбасары Махмуда Ахмединеджад болатын. Қазіргі қазадан кейін бұл қызметті уақытша осы кісі атқарады. Белгілі саясаткерлер Иранда ендігі басшылық қызметі үшін талас болуы мүмкін дегенді айтуда. Қазір Иран билігі қаралы күн деп жариялады, ал жаңа президент 50 күннен кейін тағайындалады. Иран басшысының қазасына көңіл айту хатын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жолдады. Мемлекет басшысы суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдап, Иран халқының қазасына ортақ екенін жеткізді. Жайық әлі толқуын тоқтатар емес. Атырау маңындағы жиналған су арнасына толып тұр. Төтеншеліктер жергілікті әкімдіктермен бірлесіп, қазір қауіпті аймақтағы тұрғындарды көшірумен айналысып жатыр. Естеріңізге сала кетсек, Атырау маңындағы су көлемін жауаптылар тексеріп, максималды меже қойған болатын. Дегенмен, қазіргі жедел штабтың мәліметінше шекті межеден әлде қайда асып кеткен. Индербор, Махамбет, Жаңаталап, Еркінқала тіпті Атырау қаласының өзіне қара судан қауіп бар. Осы орайда Атырау қаласында 94 эвакопункт дайындалды. Тасқын қаупі төнген жағдайда қала тұрғындарын қауіпсіз аймақтарға көшіру мақсатында дайындалған эвакуациялық пункттердің сыйымдылығы 10.250 орын екен. Қазіргі уақытта эвакуациялық пункттердің барлығына төсек жабдық керуеттер жеткізіліп қойылды. Төтенше ахуал орын алған жағдайда қала бойынша белгіленген эвакуациялық пункттер тұрғындарды кедергісіз қабылдай алады деп сендіріп отыр. Атырау өңірінің жері сазды келеді, сондықтан да апат төндірген су жерлерге сіңіп кетеді деген болжам қарастырылмайды. Мысалға, қарғын су келген Құлсарыда әлі күнге дейін қара судың кетпегенін көріп отырмыз. Кей жерлерде кішкентай көлшіктер әлі де тұр. Құлсары демекші, қала тұрғындары бір аптадан бері көтеріліп жатыр. Тіпті кейбір әкімшіліктің алдында түнеп жатқанды да естіп көріп жатырмыз. Мемлекет басшысына үндеу де жариялап, тезірек баспана мәселесін шешіп беруін сұрап отыр. Президенттің пәрменімен үйлері суға кеткен тұрғындарға 5 ай көлемінде баспана салып беру тапсырылған. Ал межеге жете алмаған жауаптылар жазаланатыны сөзсіз. Айта кетейік, Құлсары жұрты алаңда 6 күн наразылық білдіріп тұр. 44 күннен бері баспанасыз босып жүрміз деген тұрғындар суға кеткен үйлерінің ақшасын қолға беруін талап етіп отыр. Бұған дейін жергілікті тұрғындар әр баспананың шаршы метріне 400 мың теңгеден есептелсін деген болатын. Ал тұрғындарға 200 мыңнан есептеліп отыр. Кей ақпарат көздері ол жақтағы үйлердің бағасы нарықтағы құнмен есептеледі дегенді айтуда. Ал Атырау облысында шаршы метр 75 мың, 180 мың теңге аралығында саудалануда. Қасым-Жомарт Тоқаев ешбір зардап шеккен халық
назардан тыс қалмайтынын жеткізген. Ал су шайған өңірлерге бір нормативтегі үй салынады, немесе көп қабатты үйден пәтер алу мүмкіндігі беріледі деген еді. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, үкімет басшысы Олжас Абайұлына, барлық мәжіліс депутаттарының қатеріне үндеу. Оқу аяқталар кезең жақындап қалды. 25 мамырда барлық елдегі мектептерде соңғы қоңырау соғылады. 186 мың оқушы 11-ші сыныпта аяқтайды. Дәл осынша бала ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырады деген сөз. Форматы өзгерген жоқ, 120 сұрақ, оған 4 сағат беріледі. Енді әр балаға мүмкіндік беріледі. Мысалы, техникалық түрлі жағдайлар болып жатса, апелляция беруге, мазмұнына байланысты да, сұрақтардың мазмұнына байланысты да өздері апелляция беруіне мүмкіндік беріледі. Енді тағы бір мәселені айтқым келіп отыр. Соңғы жылдары біз байқап отырмыз, апелляцияның саны тесттердің мазмұнына төмендеді. Былтырлармен салыстырған кезде, мысалы, биыл мынау қаңтарда болған, наурыз айында болған тестілеудің кезінде өте аз болды апелляция тесттердің мазмұнына. Ол енді бізді қуантады, себебі енді соңғы жылдары жалпы біздің тест жасау, тестті дайындайтын, экспертиза өткізетін мамандардың ол енді тәжірибесі, білімдері жоғарылаған көрсетеді деп ойлаймыз. Онымен қатар біз бұл жұмысты тоқтатпай қазіргі таңда дүниежүзілік банктың көмегіменен 350 маманымызды, тест дайындайтын мамандарымызды қайта даярлау курстарынан өткізіп, заманауи технологиялармен таныстырып, жаңа цифрлық платформалармен таныстырып, одан кейін енді біздің өзімізде ұлттық тестілеу орталығының мамандарында осы жобаның аясында біз білімдерін жетілдірдік. Тестілеу орталығы мамандарының айтуынша, биыл тестілеуге 186 мың бала өтініш қалдырыпты. Олардың тест тапсыру ережесі бұрынғыдай емес. Оларда 2 рет тапсыруға мүмкіндік бар. 2 рет регистрациядан өтеді. Мысалы, қазір енді 16-шы біз мамырдан бастап отырмыз ғой, 5-ші шілдеге дейін өтеді. Соның арасында 2 рет тапсыруға біз әр талапкерлерге мүмкіндік беріп отырмыз. Біз кеше 14-ші мамырда тіркеуді аяқтадық. Әр абитуриентке олар мектептің оқушылары білет, 2 рет тіркелуге мүмкіндіктері бар. Ал бүгіннен бастап олар 2 рет мысалы тапсыруға мүмкіндіктері де бар. Бірақта ұлттық бірыңғай тестілеу деген оқушы балалардың бас ауруына әлде айналып келеді. Өмірдегі маңызды емтихан деп күтілетін білім мекемелері кейде баланың психологиясына назар аудармай жатады. Сынақтан сүрінбей өту керек, тестілеуден өте алмаған жағдайда ешқандай да әбестігі жоқ дегенді ескеруге тиіс. Дегенмен осы кезеңде мектептегі мұғалімнен бастап, ата-аналарға дейін балаларын бәйгеге қосқандай күй кешеді. Оларға ауыр жүк артып қояды. Бұл бала психологиясына кері әсер ететіні түсінікті. Мұны неге айтып отыр дерсіз? Талдықорғанда оқушы қыз көп қабатты үйден секіріп қайтыс болды. Ашық ақпарат көздерінде осы оқиғаға желді есті. Тұрғындардың айтуынша, оқушы қыз ұлттық бірыңғай тестілеудің бірінші кезеңнен тиісті балл жинай алмаған. Әлеуметтік WhatsApp топтарда жарияланған бұл жазбада жас қыз оқиғаға ешкімді кінәламаймын деп ақтық сөзін хат ретінде жазып қалдырған. Ата-анасынан кешірім сұрап, тиісті балл жинай алмаған үшін өзін кінәлаған болу керек. Алайда жауапты жергілікті полициядан аталған іске қатысты ешқандай ақпарат жарияланбады. Алдағы уақытта тергеу амалдары жүргізілсе біле жатармыз. Шынымен де осындай оқиғалар қайталанбас үшін сынақ кезеңінде балаларды көп қинай бермеу керек. Айтпақшы, биылғы түлектер 28 мамыр мен 11 маусым аралығында мемлекеттік емтихан тапсырады. Ал соңғы қоңырау 25 мамырға жоспарланған. Айта кету керек, министрлік биыл түлектерге мектеппен қоштасу кешін дүркіретіп тойлауға тыйым салды. Тардай болып кіріп, таудай болып шыққан оқушылардың мектеппен қоштасу кеші қаншама оншылықтан бері дәстүрге айналып келеді. Әдетте халыққа қарайласпақ болып, онсыз да ары-бері тартып жеткізе алмайтын ақшасын үнемдесін деп шығарған шешімге ата-аналардың өзі қарсы шығып жатқан кездер болды. Осы жолы білім министрлігі үнем болсын, қалтасын қақпайық деп осындай шешім шығарған болатын. Қалай ойлайсыздар? Өмірде бір рет болсын мектеппен қоштасу кешіне киім алып, той жасаған дұрыс па?
Әлде тасқыны бар, кредитпен онсыз да көзін аша алмай отырған әке-шешеге бұл жағымды жаңалық болды ма? Пікірлеріңізді төменге жаза отырыңыздар. Апта басындағы айтар оқиғаларымыз осы болды ағайын. Аман, сау болыңыздар.